Сәлем әлем, Караван Кизет медиа порталында жаңа подкаст, жаңа сұхбат. Бүгін өзекті тақырыптардың бірін қозғамақшымыз. Ол несие туралы. Өздеріңіз білетіндей, қазіргі таңда несие алатындар, қарызға белшесінен батқандар көп. Одан шығудың жолы бар ма? Үсті-үстіне несие алу бұл қажеттілік пе? Әлде бұл да бір аурудың бір түрі ме? Осы тақырыпты бүгін барынша ашуға тырысатын боламыз. Бүгінгі менің спикерім экономист сарапшы Ербосын Нұрмахан. Олай болса, біз бастаймыз. Ербосын аға, алдымен бүгінгі подкастқа, бүгінгі сұхбатқа келіскеніңізге рахмет. Келіскенімізде бүгін несие туралы айтатын боламыз. Менің алғашқы сұрағым, біздің елде несие алатындар көп. Тіпті бірнеше несие алатындар бар, яғни үсті-үстіне ала беретіндер. Несие ала беру бұл қажеттілік пе, әлде бұл да бір аурудың бір түрі ме? Қалай ойлайсыз? Бірінші, бұл кредит деген нәрсе, ол адамдардың алдын ала тұтыну әрекеті. Яғни банкыдан өзінің жанын жалдап табатын ақшасын, еңбектеніп табуға тиісті ақшасын алдын ала алып алады. Алдын ала алып алады да, алдын ала оны тұтынып, алдын ала жаратып қояды. Сол үшін жаңағы алдымен кредит алады. Кредитті алудағы мақсат осы. Егер біз кредит жоқ деп қарайтын болсақ, онда оны ешкім кредит алып, кредитке ешкімде қарыз болмайды, егер банк жоқ болатын болса. Бірақ банкының мақсаты не? Банкының мақсаты жалпы экономикалық қарым-қатынастарды дәнекер болу. Сол арқылы банк өз ақшасын табады, ал ақша табатын адамдарға несие береді. Жаңағы банкі мен жеке тұлғаның арасындағы несиелік қатынас пайда болады. Енді міне кредит алу әрине ол сіздің ерікті әрекетіңіз. Ешқашан сізге біреу банкі зорлап таңбайды оны. Ерікті әрекетіңіз. Біздің қоғамда мойында 2-3 кредиті бар. 2-3 кредит бар. Ең кедей адам емес олар. Қайта кредит алуға мүмкіндігі жоқтар ең кедей адамдар болып саналады. Кредит алғандардың тұрмыс жағдайы кредит алуға мүмкіндігі жоқтардан әлдеқайда жақсы деп сөзсіз солай айтуға. Сол үшін кредит алу бұл жерде саналы адамдардың жұмысы. Ешқашан бұл санасыз адамдардың жұмысы емес, ол саналы түрде істелген шара болғандықтан бұл ешқандай ауру деп айтуға келмейді. Ол сол кездегі қажеттілікті, өзінің қажеттілігін қанағаттандыру үшін, сол кездегі болашақтағы қажеттілігі мен сол кездегі қажеттілігін қанағаттандыру үшін кредит алады. Кейбіреуі болашақта сол кредит алу арқылы көп пайда тапсам, қазіргі тұрмысымды болашақта бұдан да жақсартсам деген мақсатты алады. Міне кредит содан болады. Ал енді бұл жерде жаңағы 2-3 кредит алып ақшасын қайтара алмай қалып жатқандар бар. Оның себебі не? Бір кредиттің ақшасын қарызын қайтара алмай қалғанда екінші кредит алады. Екіншісін қайтара алмай қалғанда үшіншісін алады. Сөйтіп бірінің аяғын бірі басып, сөйтіп кредит жалғаса береді. Бұл 2-3 кредиттің туылу себебі осында деп ойлаймын. Ал енді бұл жалпы біздің әзіргі қоғамда бұндай жаңағы кері баланста болып тұрғаны не? Теріс баланста. Бұл қоғамда қазіргі экономикалық жағдайдың төмендеуі. Егер де экономикалық жағдай жаңа қалыпты болатын болса, сіздің ойлаған мақсатыңызға мүмкін тез жетуге мүмкіндік барады. Кредитке қарыз болмауға мүмкіндігіңіз туатын еді. Сондықтан кредитті қайтара алмай қалатын себебіңізді сол кейбір ойлаған ойыңызды қысаған жағдайыңыз біліп қалады да, табам дейтін ақшаны таба алмай қаласыз. Сол үшін жаңағы кредиттен кредитке кіріп кетесіз, несиеден несиеге кіріп кетесіз. Мәселенің тетігі осы. Басқа бұл жерде ешқашан бұл адамдардың еркінен тыс нәрсе емес, өз еркімен болғандық үшін бұны енді белгілі бір психологиялық ауру болмаса басқа да бір неге сансаққа жүгіртуге болмайды деп ойлаймын. Сондықтан бұл кредит алу адамдардың өзінің ерікті әрекеті.
несие беруді шектеу проблеманы шешеді деп ойлайсыз ба? Енді несие беруді шектеу әрине проблеманы шешпейді. Ол несие беруді шектеу де мүмкін емес. Ол несие беруді шектеу қазіргі нарықтық шаруашылыққа сай шара емес. Банкі жалпы осы нарықтық экономикалық тұлғалардың біреуі. Сөзсіз нарықта банкі болу керек, тұтынушы болу керек, алушы, сатушы болу керек. Сол сияқты сол барлық осы экономикалық тұлғалардың сөз болмаса болмайтын фактордың біреуі. Ал енді банкі қандай тіршілік етеді? Банкі әрине ол несие беру арқылы өмір сүреді. Несие беру арқылы жаңағы елдің ақшасын, яғни клиенттердің, салымшылардың ақшасын өзіне жинап, сол арқылы оған пайыздық мөлшерлеме беру арқылы сөйтіп өмір сүретін ол кәсіпорын. Сол үшін банкының жұмысын шектеу ол мүмкін емес, несие беруді шектеу. Ал енді бұл жерде шектеу дегенде жаңағы мемлекет банкының бұл шектейтін бір бөлігі. Кейбір банкілер қысқасы несие алуға мүмкіндігі бар адамға да, мүмкіндігі жоқ адамға да беріп жіберетін жағдайлар бар. Өйткені жаңағы таныс тамырлық, сол сияқты кейбір ағайындық, достық қарым-қатынаспен тәуекел деп беріп жібереді. Енді кейбір банкілер қасақана беріп жіберуі мүмкін. Ол енді қасақана беріп жіберудегі себеп енді ертең бүгін болмаса ертең қайтарады. Әрбір кәсіп жаңағы банкының қызметкерлерінің міндеті бар. Айына бәлен кредит тарату керек, сол сияқты көптеген міндеті бар. Әрбіреуінің мойнына алған. Соған байланысты да беріп жібереді. Енді өте жаңағы ұсақ кредитті не арқылы, интернет арқылы, оның жаңағы сенімділік кредиттік несін тексермей тұрып, салауатын тексермей тұрып беріп жіберетін жағдайлар бар. Ал енді осы жағын шектеу керек болса, осы жағын шектеу керек. Осыны беріп жіберу арқылы кредитті қайтара алмайтын адамдарды, оларды қарызға кіргізіп беріп, сосын оны қайтара алмағаннан кейін қайтады, ол жаңағы қара тізімдікке кіріп кетеді. Қара тізімдікке кіріп кеткеннен кейін ол банкыдан енді екінші қайта кредит ала алмайды. Бұл олардың кейінгі тұрмысына өте зиянды. Сол үшін жаңағы мемлекет шектеу керек болса, қандай шектеу керек? О шектейтін бөлігі тек кредит алуға мүмкіндігі жоқтарға кредит бермеуді банкқа, ұлттық банк сөзсіз екінші деңгейлі банкке сондай шарт қою керек. Болмағанда банкі өзінің табысы үшін қарапайым халықты, яғни алуға мүмкіндігі жоқ адамды кейінгі болашақта, қазір емес, оның болашағын қинауға болмайды. Сол үшін бұл несие беру проблеманы шешпейді. Несие беруді шектеу қазіргі проблеманы шешпейді. Бұл бірінші экономикалық заңдылыққа үйлеспейді. Қазіргі нарықтық экономикалық заңдылыққа үйлеспейді. Екінші халықтың қазіргі жағдайына үйлеспейді. Сол үшін несие беруді шектеу арқылы жаңағы несиені азайту мүмкін емес. Алам деген несиені алам деген адам алсын, ал берем деген банк болса берсін. Бірақ оның барлығы өзінің белгілі банк өзінің шарт жағдайына қарап беру керек, алушы өзінің шарт жағдайына қарап алу керек. Оны санасыздықпен ешкім несие алуына болмайды. Осы несие жағынан халық арасында сауатсыздық көп секілді. Сіз қалай ойлайсыз? Әрине, бұл халық арасында осы несие жөнінде сауатсыздық өте жоғары деп айтуға болады. Өйткені банкының ақшасын несиені алып алса болды. Кейін оның қанша оның беделінің, яғни оның жаңағы ақшаның өзіндік құнының қаншалықты жоғары екендігін көп адам, қарапайым халық сонымен есептесіп жатқан жоқ сияқты. Өйткені банкыдан несиені алғанша сондай алғанына сондай бір хош болады. Бермей қалса
жаңағы ала алмайғаннан гөрі алғанша қош болады. Ал енді оның кейін қайтару мәселесін оны енді бір Құдайға тапсырады деп ойлаймын. Қаншама адам осы несиені алды, ал енді ол несиені алғанда қайтеді дегенде бір өзінің күнделікті ішіп жейтін күнделікті қажетіне тұтынса мейлі еді. Көріп жүрміз көптеген осы жас балалар сол алған несиесіне қайтеді дегенсеңіз қолына мықты телефон алып алады. Жаңағы iPhone алып алған, Samsung'ның мықты телефондарын алып алғанды көріп жатырмыз. Енді жарайды. Егер сондай бір ішіп жеміне, киіміне, күнделікті болмайтын қажеттіліктерге жұмсаса, оны түсінуге болар еді. Ал енді сондай бір мүлдем қажет болса да болатын, болмаса да болатын, кейбір жағынан сондай несие алып алады. Сол кезде бұл адамдардың бұл санасыздығы деп қорытынды шығаруға болады да. Несие жөнінде, яғни сауаты жоқ деген сөз. Егер де несие жөнінде сауаты болса, ондай деңгейге бармаса. Бірінші кез келген адам өзінің болашақтағы табысының қаншалық екенін соны мөлшерлеу керек. Банкі тегіннен Құдай қылып бермейді. Ол өзінің пайдасын қосып, берген ақшасының төбесіне бәлен ақшаны қосып сенен қайтарып алады. Егер де бермесең, әрине барлық шоттарыңды жабады. Оның өзіндік әдістері бар, қайтарып алу әдісі бар. Сол әдісін қолданады да сенен ертеме кеш ол несиені қайтарып алады. Ол несиені ертеме кеш төлейсіз. Ол тегін ақша емес. Сондықтан бұл несие жағындағы халық арасындағы сауатсыздық әрине көп. Осы жағында қаржылық сауаттылықты әрбір адам қаржылық сауаттылықты арттыру керек. Несиені келсе келмес ала беруге болмайды. Бұл жерде әрине осы сауатсыздық, қаржылық сауатсыздық бізде басым. Сол жөнінде көптеген негізі білімдерді үйренуге тиіс деп ойлаймын. Мейлі жастарымыз болсын, мейлі үлкендеріміз болсын, барлығында да сондай қаржылық сауаттылық болу керек. Несиені тура ең қажеттілікке ғана жұмсау керек. Болашақта пайда табатын, болашақта пайда беретін жұмыстарға жұмсау керек. Оған ешқандай пайда бермейтін тойға, болмаса күнделікті содан бір ойынға, саяхатқа, болмаса жаңағы сән үшін, абырой, атақ үшін несие алып, оған өзіңнің жаңағы атақ абыройыңды өсіру үшін алған несие, ол дұрыс несие емес. Яғни ондай несие алушы адам сауатсыз адам деп айтуға болады. Микрокредиттердің пайыздары тым көп. Дегенмен де ол жақтан несие алатындар мынау банкке қарағанда көп секілді. Менің ойымша, менің пайымдауымша. Сіз қалай ойлайсыз? Микрокредиттің пайда болуын қарасақ, микрокредиттер банкының несие беру шарттарының күрделілігіне байланысты микрокредиттер өзінің несие беру шартын оңайластыру, қарапайымдастыру арқылы, соның ортасынан пайда болған ол экономикалық тұлға ода. Яғни ода бір шағын кәсіпорын. Банкының несие беру шарттары әрине микрокредиттік орындардан қарағанда, тұлғалардан қарағанда шамалы ауыр, оның талаптары жоғары. Оған кез келген адамға, кез келген тұлғаға оны несиетінен бермейді банкі. Өзінің шарттарының толған жағдайда ғана береді. Егер де ол өзінің несиелік шарттарын қанағаттандырмаса, банкі оған бірден береді? Бас тартады несие беруден. Ал енді микрокредиттік орындар тура банкының осы жағындағы әлсіз жерінен пайдаланып пайда болған экономикалық тұлға. Бұл микрокредиттік орындар кішкене оның несие беру шарттары қарапайымдау. Жалпы кез келген адам алуға мүмкіндігі бар, бірақ оны қайтарып алу, ол несиені қайтарып алу мүмкіндігі де оның жоғары банкқа қарағанда. Сол үшін жаңағы микрокредиттерден алып атқандар аз емес, әрине. Микрокредиттің пайызы, сол үшін де өзінің ол микрокредиттің пайызы банкыдан жоғары болады. Банкыдан жоғары болатын себебі оның несі де, тәуекелі де жоғары.
тәуекелі де жоғары, рис. Ол ертең күні микрокредит берген қарызын өтетін оңай шартпен бергеннен кейін қайтарып ала алмай қалуы да мүмкін. Ала алмай қалса қайтеді, оны өзі арқалайды. Сол үшін жаңағы алдымен ақшаның пайызын алып алады олар. Мысалы, банкінің пайызы 16% болса, микрокредиттердікі 30, әуел 50-ге дейін барады. Бұл енді алдын ала жаңа берген қарызын, берген несиесін негізінен олар алдымен қайтарып алып болады да, сонымен кейін оның қатерлі бөлігі ғана сіздің мойныңызда қалады. Оны тәуекел бөлігін, өзінің тәуекелдерімен қосып бір аманат тауып қайтарып алады. Микрокредиттің пайызы көп болса да сол жағында соның шарттарының жеңілдігіне байланысты микрокредитті алады. Оны көбінесе жеке тұлға да алады, шағын кәсіпорындарда содан алады. Өйткені шағын кәсіпорындардікі қайтеді, банкының шарттарын кейбір шағын кәсіпорындар қанағаттандыра алмай қалады. Қанағаттандыра алмай қалғаннан кейін ол жаңа микрокредиттік орындарға барып, соларға жүгінеді, солардың кредитін алуға келіседі. Бірақ соңында қайтарған кезде банкының өсімінен 2 еседей өсіммен қайтарады. Бұл себеп, бұл микрокредиттік орындарға, экономикалық тұлғаларға барып кредит алудағы мақсат банкының шарттарын қанағаттандыра алмағандар ғана солардан барып алады. Болмаса, егер банкі беріп тұрған шарт астында ешқашан олар кез келген адам микрокредиттік орындарға барып алмайды. Мынау кейбір белсенділер айтып жатады ғой, қазіргі таңда ұсынып жатыр десе де болады. Қазақстанда несиелік амнистия қажет, солай жасау керек деп. Экономист ретінде сіздің бұған ойыңыз, пікіріңіз қандай? Бұл Қазақстанда несиелік амнистия қажет емес деп арнаулы мен осы жөнінде бір мақала жазғам. Негізі ол Абай Кезетке шыққан. Ол Абай Кезетте несиелік амнистия мүмкін бе деген тақырыппен шыққан. Енді алдыңғы жолы өздеріңізді білесіздер, Жанболат Мамайдың бастауымен осы несиелік амнистия жариялау керек деп көп талап қылды өкіметтен. Бірақ ол өкімет оның талаптарын қанағаттандырған жоқ. Мен тура соның алдында осы мақаланы жазғам. Ол кредит, несиелік амнистия бұл мүмкін емес. Мүмкін болмайтын себебі қалай десең, ол бірінші, ол банкының мемлекет осы біздің алған несиеміз жауап берсін деудің өзі бірінші ақылға үйлеспейді. Ал ақылға үйлеспейтін не? Ол мемлекеттің ақшасы қайдан келеді? Мемлекеттің ақшасы сізбен біз сияқты осы салық төлеушілердің ақшасы. Ол ешқашан мемлекеттің ақшасы аспаннан жауған ақша емес. Ол мемлекеттік ары кетсе салық төлеушілердің ақшасы, және сонымен бірге мемлекеттің активтерінің құралған ақша. Мемлекеттің қазынасындағы ақшаның барлығы сол екі түрлі жақтан құралады. Біреуі салық төлеушілердің, біреуі мемлекеттің меншігіндегі активтерден құралады. Ал енді бұндай жағдайда біреу қарыз алды, несие алып өзінің қажеттілігіне жұмсады. Сонымен ол қайтара алмай қалды. Қайтара алмай қалғанда, бұл енді менің қайтара алмай қалған несиемді мемлекет өтеп берсін, мемлекет жауап берсін десе, бұл енді ақылға үйлеспейді. Яғни ол мемлекет жауап беретін, мемлекет қайдан жауап береді? Ол міне жаңа салық төлеушілердің ақшасынан, яғни сіз бен біз сияқты адамдардың ақшасынан жауап береді. Бұл теңсіздік. Біреу несиені аз алады, біреу көп алады. Бүкіл алынған несиенің бәрі мемлекет жауап берсін деген ол ақылға мүлдем үйлеспейді. Сондықтан несиелік амнистия Қазақстанға қажет емес.
қазір. Оншылық ондай деңгейге келген жоқпыз. Мемлекет банкроттыққа ұшыраған жоқ. Мемлекет экономикалық банкроттыққа ұшыраған кезде, ол кезде табиғи түрде барлық қарта қайтадан шиланады. Барлық нәрсе басынан басталады. Сол кезде ғана мүмкіндік бар. Қазір мынандай кезде, дәл қазіргі кезде оның ешқандай мүмкіндігі жоқ. Сол үшін несиелік амнистия деген нәрсе қажет емес бізге. Ербосын аға, енді сіз экономист сарапшысыз ғой, сондықтан да мынау несиеге батып кеткен жандарға өзіңіздің бір кеңесіңізді айтып жіберсеңіз, бұл бір қорытынды сұрақ, қорытынды жауап болса. Несиені жаңа айттық қой, несиені біреу тек қана қажеттілік үшін алады. Кез келген адам еріккеннен алмайды. Сол үшін жаңа қажеттіліктің қанағаттанғаннан кейін ол несиені ары қарай өзінің ермек үшін болмаса содан белгілі бір басқа да мұқтаждыққа алып керек жоқ. Өте қалыпты сол бірінші несиені алудағы мақсат сол несиені алып, содан неше есе ақша табуды мақсат еткен шарт астында ғана несие алыну керек. Яғни бір саудаға байланысты бір. Сосын және де ипотека үй сатып алуға байланысты несие алынады. Ол үй сатып алудағы байланысты несие алудағы мақсат не? Үйді алдымен жаңа айттық қой, несие деген нәрсе алдын ала тұтыну әрекеті. Яғни үйді бір жолда сатып алатын, ақша төлеп сатып алуға тиісті нәрсені болашақта мүмкін бұл үйді егерде дәл осы айлығыңызбен, дәл осы табысыңызбен сатып алатын болсаңыз, енді мүмкін 10 жылдан кейін сатып алуға тиісті үйді сіз пәтеріңізді сіз қазір несие алу арқылы сатып аласыз. Соны ай сайын жауып, содан табыс тауып, содан сөйтіп ары қарай сол алдын ала тұтынып жетуге тиісті мақсатыңызды алдын ала сол несие арқылы жетесіз. Енді несиені ала білген адам оны қайтара да білу керек. Егер де қайтара білмесеңіз, онда несиені алмауыңыз керек. Сіз мейлі үй алыңыз, мейлі не алыңыз, бұл жердегі мәселе соны қайтаратын мүмкіндігіңізді ойластырып барып алыңыз. Егер де ойластырмай алсаңыз, онда болды, ары қарай бұдан кейінгі болашағыңыз кез келген адамның болашағы банкі мен несиемен қатысты. Егер де бұл нарықтық экономикада жасап отырған кез келген тұлға несиесіз жүру мүмкін емес. Бұл кейінгі экономикалық болашағыңызға саяды. Сол үшін несиені алғанда уағында қайтарыңыз, әрине. Мен енді уағында қайтарыңыз. Уағында қайтармасаңыз, одан оның несі шығады, штраф шығады. Енді әрине бір несиені алғаннан кейін бір несиені екінші несиемен қайтару дегенге оған амал бар, тырыспаңыз. Ол сіздің несиеңіздің жүгіңізді тіпті де жоғарлата береді. Сол үшін осы несиені мейлі қандай жақтан болсын көп тырысып, жаныңызды жалдап тырысып еңбек етіп, сол несиені қайтарсаңыз, содан кейін екінші несие алған кезде ойлану керек. Сөзсіз осыдан табыс табам деген, табыс тауып, осы несиені қайтарам деген шарт астында ғана несие алуға тырысу керек. Енді несие батып кеткен дегенде бұл жерде нені айтуға болады енді? Несиені көп алып кетті, соны қайтара алмады, енді оны қайтару керек деген нәрсе сол. Енді несие бір жағынан адамдарға не береді дегенде, несиені алушы адамдарды комфорт жағдайға қоймайды. Адамдардың қайтатын несиесі бар адам тырысып жұмыс жасайды. Ол бір жағынан бір таяқтың екі ұшы бар. Бір жағынан пайдалы. Егер де несиені алып алсаңыз, сөзсіз сол несиені қайтару үшін барынша тырысып жұмыс жасайсыз. Жайлап жүрмейсіз. Бұл бір жағы. Ал енді несие қатты қысып кеткенде қайту керек дегенде, енді сөзсіз жұмыс істеу керек, одан басқа шығар жоқ, жұмыстың үстіне жұмыс істеу керек. Енді біреуді несиені қайтару үшін екінші біреуді тонауға болмайды ғой. Сол үшін енді мен бұл несие батып кеткен жігіттерге, несие батып кеткен адамдарға айтарым, несиені қайтару үшін көп жұмыс істеңіз.
Одан басқасына шығар жол жоқ. Көп ақша табыңыз, сол арқылы несиені қайтарыңыз. Одан басқа шығар жол жоқ енді. Ербосын аға, сізге көп рахмет. Көптеген несиеге байланысты сұрақтарға жауап алдық. Экономисттің ойын, пікірін білгісі келетін адамдар үшін бұл бір жақсы подкаст болды деп есептеймін өз басым. Өзіме де бір өте қызықты болды. Сіздерге де, құрметті тыңдармандар, ұнады деген ойдамын, үміттемін. Бүгінге осы сіздермен бірге болған мен Ғалымжан Сәңкібаев және Караван KZ медиа порталы. Келесі жүздескенше Караван әрдайым жаныңыздан табылсын.